PHP расширениясымен, яғни PHP кеңейтпесімен олар келіспейді. Олар өзінің схемасын жібереді. Осындай сілтемені 30 жыл бойы, енді білмеймін, енді 2020 жылы «Ой, как заживем» деген сөзі бар еді. Хорошо. Жаңағы жынның суы болып жатады, жаңағы шараптар неше түрлі, жаңағы соларды ішіп сылқия тойып алған жастар. Ассаламағалейкум достар. Қазақ неге алданып жүр? Әр қазағым жалғызым демекші, мынау өсиетті сіздерге айта кетейін. Бірақ ең алдымен тәуелсіз қазақ YouTube арнасына тіркеліп қойыңыздар, подписаться кнопкасын басыңыздар. Пікір алаңына ой пікірлеріңізді жазыңыздар, лүпіл басыңыздар, барлық әлеуметтік желілерге, WhatsApp топтарына таратыңыздар. Қазақ ешқашан алданбасын. Сонымен шындық пен өтірік кездесіп қалады. Бір құдықтың маңында, судың маңында. Содан өтірік шындық қайтады. Жүр суға түсіп, жуынып қайтайық деп, шомылып деп. Содан шындық пен өтірік екеуі бірге барып суға түседі. Суға түсіп жатып, өтірік судан бірінші шығып кетеді, шындықтың киімін киіп қашып кетіп қалады. Одан кейін шындық сыртқа шығады, судан киімін іздейді айнала, өтірік жоқ, қашып кеткен, киімі де жоқ. Содан не адамға көрінейін десе, адамзатқа түр әлпеті ұсқынсыз, сол себептен болып қалады, тығылып жүреді. Ал өтірік болса, шындықтың кейпін киіп алып, шындықтың киімін киіп алып, бүкіл әлемді, жер жүзін адамзатты алдап, шындық болып көрініп, бірақ адамзатты алдап жүрген жайы бар. Енді мына жайтқа қараңыздар. Сіздерге PHP расширениясымен, яғни PHP кеңейтпесімен түрлі хаттар келетін болса, Каспий банк, Халық банк, немесе жаңағы Қазмұнай, басқа да бекет, жанармай бекеттерінен келетін болса, осындай хат әр мекемелерден осындай сілтемені бас, осындай анкетаны толтыр, аты жөніңді жаз деп, міндетті түрде ол хатты ашпас бұрын жойып тастаңыздар, өшіріп тастаңыздар. Себебі бұл әр мекеме үйтіп ондай акция болып жатыр, немесе осындай 100 жылдығы, 50 жылдығы мерейтойы дегенге ешқашан олар жібермейді. Жіберсе өздері бірден шоттарыңызға аударады, немесе офистарына, кеңселеріне шақырып марапаттайды ресми түрде. Ал енді мынандай жаңағыдай алдап хат жіберетін болса, міндетті түрде өшіріп тастаңыз ол хатты. Ашпаңыздар сілтемені. Бейтаныс сілтемені ашушы болмаңыздар. Одан кейін жаңағы платформалар бар, Market.kz, OLX деген платформаларда жаңағы сату KZ, соларда сіз жаңағы өзіңіздің тауарыңызды, затыңызды сатуға қойсаңыз, оған міндетті түрде нөміріңізге, сіздің WhatsApp нөміріңізге бейтаныс кісілер хабарласады. Мен осындай, сіз мысалға Екібастұздан немесе Қарағанды қаласынан болсаңыз, сізге Алматыдан, Атыраудан, Ақтаудан деп, мен сол жақтамын деп хабарласады. Мысал ретінде айтып отырмын. Сосын сізге курьерская доставка, курьер арқылы жеткізіп беру схемасын көрсетейін. Сіз сол арқылы маған жібергеніңіз маған тиімді болады деп. Сіз өзіңіздің нұсқаңызды айтасыз, сізге Қазпошта арқылы жіберейін, немесе жаңағы такси басқасы арқылы жіберейін десеңіз, олар келіспейді. Олар өзінің схемасын жібереді. Осындай сілтемені жіберем, осыған курьерская доставка, яғни неңді жаңағы анкетный данныйын толтыр деп, міндетті түрде ол хатты өшіріп тастаңыз, ол нөмірді бұғаттап тастаңыз. Ондай OLX жаңағы неден хабарласып тұрған, платформадан хабарласып тұрған кісілердің сөйлеспеңіздер. Одан кейін жаңағы әр неден телефон қоңырау шалып жатады, банктан деп, басқа да мекемелерден деп. Осындай бір деген пернені бас, жаңа кнопканы бас, батырманы бас деп баспаңыздар. Бейтаныс нөмірді алмаңыздар. Ондай алаяқтыққа алданып қалмаңыздар, қазағым. Енді тағы өзіміздің баяғы үйреніп қалған бала кезімізден жаңағы хат жазып жатады ғой. Осыны 7 адамға тарат. Жаңағы әйтпесе осындай болып қалады. Немесе отбасыңмен мынандай болады деп. Ол хатқа да сенбеулеріңізді сұраймын, таратпаңыздар.
барша WhatsApp топтарында оны қажет емес. Өйткені әркімнің кейбір кісілер сенгіш болып келеді, оны басқасына таратады, мазасын алады. Ондай таратпаңыздар, міндетті түрде ол хатты өшіріп тастаңыздар. Барлығы бір Құдайдың қолында, одан кейін өз қолыңызда не болатыны. Одан кейін тағы сайлау науқаны келе жатыр. Сайлау науқанында, яғни өмірі көрінбеген, өмірі қайдағы жоқ. Ренжімеңіздер, әрине, ол кісілердің несіне жаңа тимей қойын, намыстарына. Бейтаныс адамдар өмірі медиаларда, жаңағы нелерде шықпаған бейтаныс кісілер шығып өзінің кандидатураларын ұсынып, жаңағы не қылып жатыр. Енді білмеймін, енді әлем бойынша, дүниежүзі бойынша статистика және де сайлау көп жағдайда әділетсіз өтеді. Сол қазағым, алданбаңыздар. Бұл үлкен мәселе. Болашағымыз не болады? Болашағымыз бұлыңғыр. 30 жыл сеніп келдік. 30 жыл бойы, енді білмеймін, енді 2020 жылы «Ой, как заживем» деген сөзі бар еді атамыздың. Новые дела. Сейчас мы находимся в кризисе. Я надеюсь, что мы начинаем выходить со следующего года. 17, 18, 19, с 20 года, даст Бог, очень будет у нас хорошо. Қайда сол сөз? 2020, 2010 деп жатады, 2030, 2050 деп тойдырды ғой бізді. Қаншама қазақ баспанасыз жүр, қаншама халық жаңағы үйсіз күйсіз, көп жағдайда жұмыссыз жастар. Одан кейін кәсіпкерлерге айтатыным, жаңағы кафе ресторандарда мен осыған дейінгі видеоларымда да айтатынмын. Кафе ресторандарыңыздың біреуін болса да қиып, макаронный, колбасный цех, немесе жаңағы өнім шығаратын бір сондай ашсаңыздар. Өйткені кафе ресторандардан көбінесе жаңағы жынның суы болып жатады, жаңағы шараптар неше түрлі, жаңағы соларды ішіп сылқия тойып алған жастар төбелесіп жатады, басқасы қылады. Біз бұны, мен тойшыл қазақпыз ғой, енді той болған жақсы әрине, бірақ шектен шығып кетпеу керек, ысырапшылдық болмау керек. Біз осылай жаңағы жастарға жұмыс ашып беру керек. Жұмыс орындары жеткіліксіз, бізден кеңес дәуірінен қалған баяғы зауыт фабрикалар жамап қалпына келтіріп қойған. Бұлай өзімізден шығаратын Түркменстанда жаңағы не шығаратын текстильный жаңа тігін несі бар, жаңа өздерінің өнімдерін шығарып жатады. Өзбекстанда жаңағы разнос дейтін, поднос, жаңа ыдыс аяқты қойып таситын пластмассовый, жаңа пластмасс болсын, темір болсын, сондай шығарып жатады. Қырғызстанда кейін басқа, ұялам мен өзім шынымды айтсам, Қырғызстанда лампочка, шам шығарады. Бізде дым жоқ, шикізатты шетелге шығарып жатыр. Одан қалды жаңа Қазақстанда бір жақсы бір өнім шығарып жатыр дегенді естіген емеспін. Керісінше деградацияға ұшырап кейінге кетіп отырмыз. Жаңағы YouTube әлеуметтік желілерінде, площадкаларда сіздер жаңағы бір тамашалағыңыз келген бейне видеороликті ашып қаласыз, немесе бір бейне фильмді. Сол кезде міндетті түрде бір жарнама атып шығады. Басында болсын, ортасында, соңында. Енді соны қараңыздаршы, өзіңіздің қазақтарыңыз жарнамалап, өз қазағынан қараңыздаршы, қыз бала болсын. Сәлем досым, қазір мен саған диванда отырып, ақша табуға көмектесетін ойынды көрсетемін. Мысалы, қазір мен сауда орталығында серуендеп, осы ойынды ойнаймын, және ақша маған картама түседі. Өзінің ұлтына кесір тигізу деген жаңағы, білмеймін, ол қанша ақша беру керек екенін түсінбеймін, қаншама миллион беру керек екенін білмедім оны. Жаңағындай қылып, осындай казиноны ойна, осындайға кір деп жаңағында 1xbet деп жатады. Ақша тік, не керек соның, не керегі бар, өз қазағында алдап. Андай алаяқтықпен таппай қойыңыздар олай ақша. Ал енді достар, осы видеоны барлық
әлеуметтік желілерге таратыңыздар, пайдасы тиеді деген ойдамын. Әр қазағым жалғызым, сау саламатта болыңыздар, халқымыз аман, еліміз тыныш болсын.